Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Біз ұзақ уақыттан кейін өзіміздің YouTube каналымызды қолға алып жатырмыз. Бүгін сіздерге Каспий магазинде өзіміздің жеке брендімізді қалай қалыптастырамыз және жеке брендті қалай құру керек осыны сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Видеомызды бастамас бұрын міндетті түрде біздің каналымызға жазылып, қолдау көрсетіп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Каспий магазинде жеке брендті қалай құрамыз? Жеке брендпен жұмыс жасаған тиімді ма? Және жеке брендті қалыптастыру үшін жасалу керек қадамдар, осыны мен сіздерге толықтай ашып, бүге шегесіне дейін айтатын боламын. Енді қараңыздар, жеке бренд деген ол сіздер ойлап атқандай Instagram, TikTok немесе жаңағыдай социальный сеттердегі өзіңіздің тұлғалық дамуыңыз емес. Яғни біздің айтайын деп жатқан жеке бренд бұл Каспий магазиндегі товардың немесе жаңағыдай белгілі бір брендтің дамуын және сол брендті құру бағытын айтып жатырмыз. Яғни мен сіздерге мысал ретінде өзіміздің IDC брендіміз, яғни IDC электроника бағытындағы Қазақстанда дамытып жатқан өзіміздің компаниямыздың бренді. Міне, сол сияқты, егерде сізде өзіңіздің ойыңызда жүрген, бұрыннан бері істегіңіз келіп жатқан бренд бар болса, сол брендті сіз жарыққа шығаруыңыз және сол брендпен товар өндіріп Қазақстан нарығында сатуыңыз, міне соны жеке бренд деп атаймыз. Жеке брендпен жұмыс жасаудың қаншалықты тиімді екенін сіздерге екі жолмен түсіндіріп берейін. Оның біріншісі білесіздер, демпинг, яғни сіз бұған дейін ашық карточкада сатып жатсаңыз немесе жабық карточкалерге тіркеліп сатсаңыз да, ол жақта оптовиктердің немесе жаңағыдай бағаны қатты түсіретін демпинг жасайтын адамдардың себепкерлігімен баға құлайды, яғни соған сәйкес сіздің маржаңызда азаяды. Ал енді жабық брендпен өзіңіздің жеке брендпен жұмыс жасау арқылы сіз бұның алдын аласыз. Екінші себебі ол сіз сатып атқан карточкаге басқа да бір адамдар қосылып, реплика, копия немесе подделка товарларды сату арқылы сол карточканың рейтингін түсіреді. Және басқа адамдарда соған қарай сондай жауапсыз, дұрыс емес жұмыс жасайтын сатушылардың кесірінен басқа да продавецтерге товар сатуына кедергі жасауы мүмкін. Сол арқылы карточканың рейтингі түскен екен, көптеген адамдар ол карточка арқылы товарды алмай қоюы мүмкін. Міне, сондай себептердің алдын алу мақсатында немесе осындай себептерден қашу үшін өзіңіздің жеке брендіңізді құрып, ары қарай өзіңіздің жеке брендіңізді дамытуға болады. Міне, яғни жеке брендпен жұмыс жасаудың бірден бір тиімдігі, сіз демпингтен құтыласыз, подделка, реплика сататын басқа конкуренттерден құтыласыз, және реклама берсеңіз де, жарнама берсеңіз де, ол жарнаманың ақшасы тек қана сізге ғана жұмыс жасайды. Яғни мен жеке брендімді құру арқылы оны жабық қылдым, тек қана мен ғана сатамын. Сол арқылы мен оны кез келген блогерге, кез келген жаңағыдай Каспийдің ішінен рекламаға да қанша ақша салсам да, ол рекламам тек мен үшін ғана жұмыс жасайды. Яғни одан пайдасын тек өзім ғана көрем, әрі бағаны өзім қоямын. Міне, осы үшін жеке брендпен жұмыс жасаудың тиімділігі осындай. Үшінші, жеке брендті жасау үшін жасалыну керек қадамдар бар. Оны мен сіздерге бүгін толықтай ашып айтамын. Әрбір жасалыну керек қадамдарға мен арнайлап тағы бір видеодан шығаратын боламын. Сол үшін, егерде бұл видеода сіздерге кейбір инструкциялар болмауы мүмкін, ол инструкцияларды мен бөлек жеке сабақта толықтай ашып көрсететін боламын. Ал енді кейінгі шығатын сабақтарды сіздер біздің каналымыздан көрсеңіздер болады. Егер бұл видеомыз шығып қойған болса, онда бұл видеоның описание бөлімінде кейінгі болатын сабақтардың уақытын немесе кейінгі болатын сабақтардың сілтемесін қалдыратын боламын. Міндетті түрде сіз бұл видеодан кейінгі видеоларды қарап, әрбір қадамға арналған видеоларды толықтай көріп алыңыздар. Бисмилля деп біз қадамдарға арнайлап тоқталатын боламыз. Біз жалғастырамыз. Бірінші, жеке брендті құру үшін жасалыну керек бірінші қадам, бұл бізде Қазпатент сайтында тауар таңбасын тіркеу.
Және бұл видеоға мен сіздерге видео инструкция дайындадым. Оны сіздер біздің YouTube каналымызда көретін боласыздар. Оған арнайлап мен тоқталатын боламын. Екінші, өз брендімізбен тауар өндіру. Яғни тауарды біз зауыттан немесе цехтан. Егер де сіз киім өндіретін болсаңыз, оны цехтардан жасатсаңыз болады, немесе зауытқа тапсырыс бересіз. Үшінші, Каспиде тауар карточкасын құру. Яғни сіздің тауар таңбаңыз тіркелді, зауытқа өзіңіздің брендпен тауарды тапсырыс бердіңіз, әрі енді оны сату үшін біз не істейміз? Каспи магазинге оны жеке бренд ретінде тіркейміз. Үшінші, Каспидегі, яғни біз тіркеген карточкамыздың рейтингін көтеру. Рейтинг көтеру деген сөз, товардың рейтингі 5 жұлдыз болуы, әрі оның астында көптеген отзывтардың болуы. Яғни ол бізге не береді? Товардың өтуін жылдамдатады және адамдарға сенімділікті арттырады. Яғни адамдарға сенімділік береді. Сіздің тауарыңыздың сапасы жақсы екені және ол жақсы өтімді және жақсы қолдануға болатын тауар екенін көрсететін рейтинг. Енді қараңыздар, тауар таңбасын тіркемес бұрын мен сіздерге айтып кеттім. Тауар таңбасына арнайлап біз видео инструкция, яғни Қазпатентте қалай оны өз тауар таңбамызды тіркейміз, яғни ешқандай юристердің көмегінсіз өзіміз қалай тіркейміз. Оны мен сіздерге бөлек видео сабақ қылып көрсетемін. Бірақ сол видео сабақты бастамас бұрын бізге қажетті құралдар, яғни Қазпатентке тіркеу үшін бізге не керек, соны түсіндіре кетейін. Бізге ең бірінші ол ЭЦП ключ керек. Яғни сіз егерде жеке тұлға болсаңыз, немесе ИП болсаңыз, өзіңіздің атыңыздағы ЭЦП, оны білесіздер, қайдан алу керек, оны онлайн алсаңыздар болады, немесе сон арқылы алсаңыздар болады, egov.kz сайтынан. Екінші, реквизиттер. Ол реквизиттерге ол сіздің ИП-іңіздің, немесе жеке тұлғаңыздың, кейбір жағдайда тоның атынан жіберетін болсаңыз, тоның реквизиттері. Ол жерде фамилия, имя, отчество, яғни өзіңіздің аты жөніңіз, адрес, ол сіздің ИП-ның, тоның тіркелген юридический адрестері. Телефон номер әрі почта. Үшінші, сізге өзіңіздің брендтің логотипі керек. Олның размері 945-те 945 размерде болу керек, ал форматы PNG форматында. Төртінші, брендтің аты. Яғни сіз логотип жасатпас бұрын өзіңіздің брендтің атын ойластырдыңыз. Мысалы, белгілі Dara, мысалы Dara Home деген сияқты өзіңіздің брендтің атын ойластырдыңыз. Соған сәйкес сіз логотипті де жасаттыңыз. Бесінші, қай класста тауар таңбасын тіркейсіз. Қай класс деген сөз, яғни сіз тауардың категориясы бар, мысалы электроника, хозтовар, киімдер деген сияқты. Ал товарный знакта бұл жақта категория деп айтпайды, ол жақта класстар деп атайды. Класстың ішіндегі белгілі сіз айтып атқан товарлардың барлығы кейбір жағдайда тек қана бір класстың ішінде болуы мүмкін, немесе сіздің товарларыңыз екі класстың ішінде болуы мүмкін. Сол үшін оны біз қайдан білеміз? Өзіміз жаңадай ChatGPT арқылы немесе Google арқылы оны зерттеп алдын ала біліп аламыз. Болмаса, сіз Қазпатент сайтына кірген кезде қандай класстар бар екен, сол жақтан көрсеңіздер болады. Оны мен сіздерге келесі өзіміздің арнайлап сабақ болады, сол жақта толықтай түсіндіріп беремін. Алтыншы, бренд атауын алдын ала тексеріп алу. Яғни сіздің бренд атауыңызбен, сіз ойлап жатқан бренд атауымен товарный знак Қазақстанда тіркелген ба, тіркелмеген ба, осыны тексеру. Немесе соған ұқсас тауар таңбасы тіркелді ма, немесе сіздің логотипіңізге ұқсас логотиппен біреу товарный знак тіркеді ма, соны алдын ала тексеріп алу керек. Оны қайдан тексереміз? Оны gosregister.kaspatent.kz сайтынан немесе msp.kz сайттарына тексереміз. Оғанда мен арнайы видео сабақта тоқталамын. Бүгін тек қана бұған қысқаша тоқталамыз, ал бұларға подробно мен товар таңбасын жіберетін кезде көрсетіп беретін боламын. Сол үшін жаңағыдай бұл жерде ақпарат қысқа болып қалды деп жатпаңыздар, оған арнайы видео сабақ болады. Екінші, біздің
мен сіздерге ең басында айтып кеткен осы 4 этапты, яғни 4 қадамға арнайлап тоқталып жатырмын, және ол әрбір 4 қадамға арналған бізде видео сабақтар болатын болады. Сол үшін кейбір мәліметтер бұл жерде қысқаша болып қалып жатса, онда бізді сөкпеңіздер, сіздерге арнайы видеолар болатын болады. Екінші, өз брендіңмен тауар өндіру. Яғни, өз брендіңмен тауар өндіруді білесіздер, көп жағдайда оны зауытқа немесе цехқа тапсырыс бересіз. Сіз ол жаққа өзіңіздің брендіңізді бересіз, және логотиптеріңізді жібересіз. Сізге зауыт сіздің ойлағаныңыздай, сіздің қалауыңызға сәйкес тауарды, оның упаковкасын, ол жерде жазылу керек, болу керек нәрсенің бәрін жасап береді. Бұл зауыттың міндеті, өйткені сіздің талабыңызға, ақшаңызға сәйкес кез келген нәрсені орындап береді. Ал енді зауыттарға келсек, ол бізде көбінде Қытай. Енді мен Қазақстан ішіндегі зауыттар болса, сіз оған да тапсырыс беріңіз. Егерде Қырғызстаннан, Өзбекстаннан немесе Россиядан да, Қытайдан арзан зауыттарды тауып жатсаңыз, әрине ол жаққа да тапсырыс берсеңіз болады. Мен сіздерге көп кәсіби селлерлердің бойында кездесіп жататын жағдайлар, ол яғни зауытқа 1000 штуктен немесе 2000 штуктен, 500 штуктен тапсырыс беруге қаражаты жеткіліксіз. Немесе қаражаты болса да, ол оборотта айналып тұрған ақша бар. Егерде бірден 1000 штукке бір товарға тапсырыс берсе, өзінің обороты азайып, ертеңгі продажасына әсер етіп кетуі мүмкін. Кейбір жағдайда бірден 1000 штукке беруге қорқады. Ертең ол 1000 штукке алып келген екен, сата алмай қаламын ба, немесе жаңағыдай товарымыз тұрып қалама деген қорқыныш болуы мүмкін. Егерде сондай қорқыныш болатын болса, немесе қаражатыңыз зауытқа бірден беруге жеткіліксіз болса, онда сізге 2 шешім бар. Оның шешімдері қандай? Бірінші шешім, сіз аз-аздан Қытайда бренді жоқ, без бренд, яғни 1688, Taobao, Pinduoduo сайттарынан сіз өзіңіз ойлап жатқан немесе күнделікті сатып жатқан тауарларыңызды алдыртасыз. 1 штук болсын, 2 штук болсын, 10 штук болсын, оны Қазақстанда не істейміз? Брендировать етеміз. Міне сіздерге көрсеттім. Қазақстанда аз-аздан тауар алдыртып, қалай оны брендировать етуге болады. Ол жерде ДТ печаттар бар, яғни наклейкалар бар, немесе мынау сияқты, мысалы, мен көрсетіп тұрған грей дегенді көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде наклейка, яғни сіздің брендіңізді кесілген күйінде наклейка жасап береді. Сіз соны жабыстыру арқылы сіз не істей аласыз? Жаңағыдай өзіңіздің тауарыңызды брендировать етесіз. Одан кейінгі наклейканың түрі мынау термокружкада тұрған 4-ші. Ал егерде киім, блокнот сияқтыларға болса, оны сіз 2-ші көріп тұрғандарыңыздай сондай қылып жасасаңыздар болады. Яғни Қазақстанда да сондай брендировать етудің түрі көйіп кетті. Ондай компанияларда көп. Сол себепті сіздер аз-аздан алып, бірінші ешқандай зауытқа бермей жатып, егерде тауардың өту-өтпеуіне сенімді болмасаңыз, қаражатыңыз аз болса, онда сіз осы бірінші шешімді қолданыңыз. Яғни жұмысты қиындатпай, оңай жолмен жасаудың жолы осы. Тауарды алып келдіңіз, Қазақстанда брендировать еттіңіз, фотосессия жасап, әдемі фотосын жасадыңыз, и кәсіпбиге өз брендіңізбен қойып сата бересіз. Міне, бұл сіздерге екінші айтып атқан қадам. Екінші шешімі қандай? Зауыттан бірден 1000-2000 штук бермес бұрын, зауыттан сіз 1-2 экземплярын алдыртасыз. Яғни, біз кейбір жағдайларда экземпляр алдыртамыз, себебі тауардың сапасына сенімсіз болып тұрсақ, онда біз не істейміз? Зауыттан экземпляр алдыртамыз. Бізге олар өзіміздің брендпен, упаковкамен экземплярды жібереді. Біз қараймыз, егерде біздің көңілімізден шықса, онда ары қарай 1000-2000 штукке тапсырысты береміз. Сол себепті сізде не істесеңіз болады? Бірден зауытқа өзіңіздің брендтеріңіздің бәрін жіберіп, сізге сол өз брендіңізбен тауардың бір экземплярын жасап, сізге жіберсін. Міне сол экземплярмен естейсіз кәсіпбиге өз брендіңізді, тауарыңызды қоса бересіз. Бұл біздегі екінші қадамы. Яғни біз не істедік? Тауар таңбасын жібердік. Тауар таңбасын жібергеннен кейін
7 ай аралықта стандартты түрде тауар таңбасы 7 айда тіркеледі. Осы жерде қысқаша айта кетейін, Каспиде жеке брендті құру үшін бізге бірінші тауар таңбасын тіркеу керек, яғни тауар таңбасы бізде 7 айда тіркеледі. Бұл стандартты. Ал егерде ускоренный тездетілген десеңіз, ол 3 айдың ішінде тіркеледі, бірақ ол бағасы 700 мыңнан жоғары болады. Сол себепті сізге бірінші не істеу керек? Тауар таңбасын жібересіз стандартты күйінде. Ол 7 ай 15 күннің ішінде дайын болады. Оған дейін сіз не істей бересіз? Өзіңіздің тауарыңызды аз-аздан алдыртып, оны Қазақстанда брендировать етіп, Каспиге өз брендіңізбен сала бересіз. Немесе зауытқа бірден тапсырыс бере бересіз, сізге экземпляр күйінде әкеліп берсе де, немесе үлкен количествода да әкеліп берсе, оны да Каспиге сіз не істейсіз? Өз брендіңіз ретінде сала бересіз. Яғни, ертең сізде 7 айдан кейін тауар таңбаңыз тіркелген кезде ғана сіз өзіңіздің жеке брендіңізді Каспиде жабық брендтің қатарына қосасыз. Ал енді жабық бренд қылу үшін ол бізде бөлек тақырып, оған біз міндетті түрде тоқталатын боламыз. Қараңыздар, біз екінші этапқа келдік. Бұл бізде екінші қадам, өз брендіңізбен тауар өндіру. Бұны сіздерге толықтай түсіндірдім деген ойдамын. Үшінші бізде өз тауарымызды алдыртып, оны Қазақстанда брендировать еткеннен кейін, немесе зауытқа тапсырыс беріп, оны тауарды алып келгеннен кейін Қазақстанға не істеуіміз керек? Бізде үшінші қадам, өз тауарымызға әдемілеп фотосессия жасаймыз және оған инфографика жасаймыз. Мен сіздерге өзімнің брендімді көрсеттім. Бізде бұл үтіктері, бұны біз не істедік? Қазақстанға зауытқа 1000 штуктен тапсырыс бердік. Қазақстанға келгеннен кейін міндетті түрде бұған әдемілі фотосессия жасадық, әрі соған сәйкес не жасадық? Инфографика. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, Каспиде егерде тауар инфографикасы жақсы болса, оның өтуі артады. Сіз бір ғана фотода, немесе 2-3 фотода тауардың жаңағыдай бүкіл характеристикасын сол фотоға толықтай фотода көрсетсеңіз болады. Біз мына бір ғана фотоның ішінде бұл үтігінің 4 режимде жұмыс жасайтынын көріп отырмыз. Әрі бұл үтіктің мощностьсы 1200 ватт екенін көріп отырмыз. Әрі 9 секундтың ішінде жылдам қызитын бұл үтік екенін көріп тұрмыз. Көрдіңіздер ғой. Тауарыңызды сіз брендировать еткеннен кейін әдемілі фотосессия жасап, ары қарай не істейсіз? Инфографиканы жасап, осы фотолармен сіз Каспиде өз карточкаңызды құрасыз. Ал жеке карточканы, яғни сіздің карточкаңызде бренд сөзінде өзіңіздің брендтің сөзі болу үшін создать свой бренд деп басып, өзіңіздің брендіңізді құрасыз. Міне, ол карточканы қалай құрамыз, өзіміздің брендіміз бренд деген жерде көрініп тұру үшін қандай шарттар жасаймыз, оны да сіздерге арнайлап бір видеода толық түсіндіремін. Яғни, біз үшінші қадамымыз қандай болды? Өз карточкамызды Каспиде құру. Ол үшін сізге тауардың әдемі фотосы және инфографика жасалған фотосы керек екен. Төртінші қадам, біздің қадамдар бойынша біздің тауар таңбамыз тіркелді. Тауарымызды зауытқа тапсырыс беріп, Қазақстанға алдырттық, немесе аз-аздан әкеліп, біз оны брендировать еттік. Яғни, үшінші әдемі фотосессия жасап, инфографика жасатқызып, карточканы Каспиге тіркедік. Ал енді үшінші қадам бізде не болмақ? Ол өзіміздің карточкамыздың рейтингін көтеру. Ал енді карточканың рейтингі көтерілу үшін біз не істеуіміз керек? Біріншіден тауарға өзіміз самовыкуп жасап, отзыв жасау. Әрине, бұл рискованный болуы мүмкін, бірақ бұл жерде міндетті түрде ұмытпаңыздар. Егерде сіздің ипіңізда магазин бар болса, онда самовыкуп жасаған жағдайда сізбен таныс емес, сізбен ешқашан ақша алмаспайтын адамдар арқылы жасатқан дұрыс. Ол кімдер болуы мүмкін? Ол сіздің жаңағыдай көршілеріңіз, яғни Каспимен бір-біріңізбен не жасамайсыздар, перевод жасаспайтын. Немесе досыңыздың достары болсын, туысыңыздың туыстары деген сияқты сондай сізбен, яғни күнделікті переводпен алмаспайтын адамдар болған дұрыс. Өйткені ол адамдар сізден
Каспи магазин товарды алады. Товарды алғаннан кейін оған міндетті түрде отзыв жазады. Яғни отзыв сізге шығу үшін Каспиде білесіздер, обналичка деген нәрсе бар. Сіздің самовыкуп жасағаныңыз обналичка сияқты болып қалмасын. Яғни сіздің туысыңыз сізден тапсырыс берді, сіз оған товарды бердіңіз, потом 1-2 күннен кейін туысыңыз сізге ақша жіберіп тұрмасын, немесе сіз туысыңызға ақша жіберіп тұрмаңыз. Ондай жағдайда Каспи не істеуі мүмкін? Обналичка деп сіздің магазиніңізді блоктап тастауы мүмкін. Бұл жер рискованы, бұл нәрсеге бару үшін де сіз не істеуіңіз керек? Алдын ала қадамдарды жасауыңыз керек. Ол үшін сізге товар алып отзыв жазатын адамға сіз ақшаны тек қана наличный бересіз, потом ол адамға ешқашан сіз перевод жасамайсыз. Міне, өйткені ол сіздің клиентіңіз болып қойды. Сіздің клиентіңіз болғаннан кейін оған ешқашан сіз перевод жасамауыңыз керек. Міне, ол үшін сіздерге айтып тұрмын, самовыкуп жасауға болады, бірақ бұл риск бар. Бұл жақтан сіз алдын ала барлығын ұйымдастыруыңыз керек. Дұрыс, чтобы ол обналичка сияқты болып қалмас үшін. Екінші, блогерлермен бартер жасау арқылы товардың өтуін арттыру. Яғни сіз өзіңіздің жеке брендіңіз ретінде құрдыңыз, карточкаде сіздің брендіңіздің атауы көрініп тұр. Біз не істейміз? Өзіміздің тауарымыздың аудиториясын табамыз. Егер де біз ол товар для дома болса, және үй жағдайында видео түсіретін аналарды табамыз да, оларға бартер бойынша реклама ұсынамыз. Біз оған товар береміз, товарға сәйкес видеосын түсіріп, біздің жаңадай код товара деген жерге біздің артикул товарды қойып кетеді, әрі Instagram стористерінде товардың сілтемесін бөлседі. Ал сол блогер арқылы келген адамдар не істейді? Бізден товар сатып алады. Міне сондай нәрсе болу үшін біз не істейміз? Блогерлермен бартер жасасу, реклама жасау арқылы да біз өзіміздің товарымыздың өтімділігін арттырамыз. Сол арқылы рейтингі де көтерілетін болады. Үшінші, сатып алған клиенттерге отзыв жазу үшін Каспидің бонусы за отзыв деген бөлімін қолдану. Білесіздер, Каспи магазинде бонусы за отзыв деген бөлімге кіріп, сіз өзіңіздің барлық продажада тұрған товарларды қосып, соған сәйкес бонустардың суммасын жазасыз. Алғашқы уақытта егер де сіз өз брендіңізбен товар сатып жатқан болсаңыз, өз брендіңіздің рейтингі көтерілсін десеңіз, бонустың суммасын көбейтіңіз. Сонда сізден әрбір сатып алған адамға ол не істейді? Бонус егерде 500 теңге, 1000 теңге бонус беріледі, отзыв жасасаңыз десеңіз, кез келген клиент міндетті түрде отзыв қалдыратын болады. Әрі отзыв қалдырған кезде де 5 жұлдызды қойып, жақсы отзыв қалдыруға тырысады. Сол себепті сіз егерде көбірек бонусқа, отзывқа жақсы ақша беріп жатсаңыз, онда сіздің отзывыңыз көбейеді. Бұны тек қана алғашқы уақыттарда қолдану керек. Кейін жайлап сіз бонустың ақшасын азайтсаңыз болады. Өйткені әрдайым 1000 теңгеден 500 теңгеден бере беру ол сіздің маржаңызды азайтады. Міне сол үшін біз тек қана оны алғашқы этаптарда ғана жасаймыз. Себебі товарымыздың карточкасы көтерілу үшін. Үшінші, ай сайын төменгі бағада акция ұйымдастыру, әрі Каспи маркетинг бөлімде қазір білесіздер, Каспидің ішіндегі реклама бар, және Каспидің сыртында ол біздің TikTok, Instagram, социальный сеттерге шығатын реклама бар. Осы рекламаларда активны қолдану, рекламаны үзбеу, яғни әрдайым өзіңіздің товарыңыздың рекламасын көбейту. Міне осы арқылы сіз не істей аласыз? Өзіңіздің товар карточкасының рейтингін көтеретін боласыз. Ал енді сіздің товар таңбаңыз тіркелді, өз брендіңізбен товар өндіріп жатсыз, Каспиде жеке брендіңізді карточкаға құрдыңыз, әрі төртінші өз карточкаңыздың рейтингін көтердіңіз. Міне бұл этаптарды жасасаңыз, онда алаңқылымен сіздің саудаңызда, тауарыңызда және тауарыңыз өз брендіңізде Каспиде жақсы бір рейтингке көтеріледі, әрі оның сатылуы да артатын болады. Одан бөлек сіз блогерлер арқылы немесе өзіңіз Instagram, TikTok арқылы оны стрим арқылы сатып арғай дамытатын болсаңыз, онда сіздің брендіңіз күн сайын басқа адамдарға таныла беруі артады. Яғни адамдарға брендіңіздің аты таныла берген сайын көптеген адамдар сіздің брендіңізге сенімділігі артатын болады. Міне бұл сіздің тауарыңыздың өтуіне көптеген үлесін қосады. Ал енді Каспиде өз брендімізді жабық бренд
тіпті қалай жасаймыз десеңіздер, оған арнайлап біз бір сабақ арнап оған тоқталатын боламыз. Бүгін біздің бірінші тақырыбымыз бұл өз брендімізді қалыптастыру, оны қалыптастыру үшін қандай қадамдар жасау және өз брендпен жұмыс жасау тиімді ма? Осы тақырыпты қозғадық. Міндетті түрде бұл видеоны толықтай көріңіздер. Егер де видеомыз ұнап жатса, міндетті түрде өздеріңіздің достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге видеомыз ұнады деп ойлаймын. Егер де видеомыз пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, әрі өздеріңіздің достарыңызға, жақындарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мағжан Зәуірбек.